Сәлем достар, сіздермен EasyKZ. Инвестиция, қажылық сауаттылық тақырыбын қазақша және қарапайым тілмен түсіндіретін арна. Бүгінгі видео Каспий компаниясына арналады. Каспий компаниясының акциясына инвестициялау керек пе? Компанияның табыс көзі неде? Компанияның болашақ потенциалы қандай? Осы сұрақтарға жауап сіздерді қызықтыратын болса, менімен видеоның соңына дейін болыңыздар. Тақырыпқа кіріспес бұрын, сіздерге әдеттегіше қазақша контентті қолдап, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып, арнаға тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Ал мен бастаймын. Каспий еліміздегі ең танымал компаниялардың бірі десек қателеспейміз. Себебі қазір екінің бірі Каспий қызметтерін қолданады. Каспийді көбіміз банк қызметтерін ұсынушы ұйым ретінде танимыз. Алайда, оның негізгі бизнес стратегиясы әртүрлі қызметтерді бір платформада интеграциялайтын супер қолданбаны қалыптастыру болып табылады. Қолданбаны дамытуда компания біршама жетістікке қол жеткізіп отыр. Каспий қосымшасы қолданушыға түсінікті және ыңғайлы. Тіпті компанияның 2023 жылға арналған есебіне сүйенсек, клиенттердің қолданбадағы қатысу көрсеткіші бойынша Каспий супер қолданбасы әлемде екінші орында. Қолданба бұл көрсеткіш бойынша тіпті Мета компаниясының WhatsApp қосымшасында басып озып отыр. Каспиймен жалпылама таныстық. Енді оның табыс көзі неде екендігін анықтайық. Кез келген бизнеске инвестицияламас бұрын, бірінші сол бизнестің немен айналысатынын, қайдан пайда табатындығын білген дұрыс. Осы ақпаратты біле отырып, сіз компанияның қызметіне болашақта сұраныс болады ма, ары қарай дамиды ма деген сұрақтарға жауап бере алатын боласыздар. Каспий өз бизнесін 3 категорияға бөледі. Олар төлемдер, маркетплейс, финтех. Суреттегі графикті қарасаңыздар, төлемдер компанияның негізгі табыс көзі болып саналады. Қазіргі кезде кез келген қызмет көрсету орындарында Каспий QR төлемдерді қабылдаудың негізгі түрі болып табылады. Мысалы, дүкенге барсақ та, кафеге барсақ та көпшілігіміз Каспий QR мен төлем жасаймыз. Компанияның келесі табыс көзі ол маркетплейс. Каспий арқылы онлайн сауданың дамып келе жатқаны соншалық, тіпті кейде оны қазақстандық Амазонға айналып келе жатыр ма деп те ойлайсың. Каспий қосымшасы арқылы қазір кез келген затты сатып алуға болады. Жылдам жеткізу, көптеген жерде орнатылған Каспий постаматтар Каспий арқылы сауда жасауға одан әрі ынталандыруда. Оған қоса, компания өз қолданбасы арқылы онлайн әуе, теміржол билеттерін, демалыс турларын сатумен айналысатындығын да білеміз. Маркетплейстен түсетін табыс көлемі компанияның бүкіл кірісінің 24%-ын құрайды. Ал маркетплейстен түсетін таза табыс 32%-ға тең. Салыстырмалы түрде бұл компания үшін жас сегмент, және осы сегменттің алдыңғы жылдармен өсімін салыстырсақ, болашақта маркетплейс компанияның негізгі табыс көзіне айналуы әбден мүмкін деп айтуға болады. Компанияның тағы бір бизнес түрі ол финтех. Қазіргі кезде елімізде көпшілік адамдар несие және бөліп төлеу деген қызметтерді өте көп қолданады. Каспий арқылы несие мен бөліп төлеуді рәсімдеу бар болғаны бірнеше минуттарға ғана созылады. Осы ыңғайлылықтың арқасында қолданушылар көптеген импульсивті сатып алуларды жүзеге асырып жатады. Каспий компаниясының жиі өткізетін Каспий жұма, бөліп төлеу акциялары халық арасында кең танымалдылыққа ие. Халқымыздың қажылық сауаттылығы төмен болған сайын, компания осы саладан табыс табуын ұлғайта беретіні сөзсіз. Байқағандарыңыздай, компанияның табыс табу көзі кең, және болашақта осы қызметтерге деген сұраныс азайтмайтындығы сөзсіз. Алайда, бұл бизнестер көбіне тек ішкі нарықпен шектеледі. Олай болса, компания табыс көзін ұлғайтуда, шет елде өз қызметін ұсынуда қандай қадамдар жасауда? Биылғы жылы Каспийдің Колеса Group компаниясын сатып алғандығын білетін шығарсыздар. Стратегиялық тұрғыда осылай жақсы дамып келе жатқан бизнес түрін сатып алу Каспий үшін өте ұтымды шешім болғаны сөзсіз. Осы платформа арқылы компания автокөліктерді сатып алу, автокөлікке арналған қосалқы бөлшектерді сатуды жоспарлап отыр. Компания Қазақстаннан бөлек өз қызметін алыс жақын шет елдерде де кеңейтіп, дамытуды жоспарлап отырғандығы жаңалықтарда жиі талқылануда. Мысалы, соңғы кезде өзбекстандық нарыққа AutoElon, Humo Payments жүйесі арқылы шығуды жоспарлап жатқандығы мәлім.
Одан бөлек компания Alipay Plus пен серіктестік орнатып, енді Қытайда Каспи қолтаңбасы арқылы төлем жасауға қол жеткізіп отыр. Осының барлығы компанияның өзінің қызмет көрсету нарығын кеңейтіп жатқандығын, болашақта тұтынушылардың артатындығы туралы сенім туғызады. Биылғы жылы компания тағы бір қызмет түрін, яғни өз платформасында жарнама қызметтерін ұсынуды да жүзеге асыруды бастап кетті. Компания қызметі мен даму қадамдары туралы біршама ақпарат алдыңыздар деп ойлаймын. Енді компанияның қаржылық көрсеткіштеріне тоқталып өтейік. Компанияның кірісі былтырғы жылдың екінші жарты жылдығымен салыстырғанда 36%-ға өскен. Осы уақыт аралығында таза табыс 25%-ға ұлғайып отыр. Ол шамамен 243 миллиард теңге көлеміндегі пайда. Кестеде байқасаңыздар, компанияның таза табысы мен кірістері соңғы 3 тоқсанда өсу трендін көрсетіп отыр. Оған қоса, жыл соңына дейін компанияның таза табысы ұлғайып 25%-ға жетеді деген болжамдар жасалынуда. Компанияның табыстылығының тұрақты өсуі оның акцияларының бағасының ұлғаюына да тікелей әсер ететіндігін білесіздер. Соңғы бір жылда компанияның акциясы 36%-ға өскен. Компания табысының бір бөлігін өз инвесторларымен жиі бөліске салып отыратындығын білесіздер. Биылғы жылдың өзінде Каспи компаниясы осы уақытқа дейін 3 рет дивиденд төледі. Бір акция үшін төленетін дивиденд көлемі 850 теңге. Ал дивидендтік табыстылық шамамен 5%-ды құрап отыр. Көпшілік инвесторларды қызықтыратын price to earning қатынасы 12-ні көрсетуде. Ол инвесторлар үшін компания тартымды бағамен саудалануда деген белгі болуы мүмкін. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын, компанияға өз талдауыңызды жүргізіп, тәуекелдер мен мүмкіндіктерге бағалау жүргізген жөн. Осымен Каспи компаниясына арналған қысқа талдау соңына келіп жетті. Видео ұнаса, пайдалы болып жатса, лайк басып, пікір қалдырып, қолдау білдіре кетіңіздер. Арнада шығатын жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда сіздерді күтетін боламын.